ғалымдар айтады, мұсылмандардың қазіргі күндегі қатесі өзінің қолындағы бар нәрсені қолданып істетпей, сонымен шұғылданбай, қолында жоқ нәрсемен шұғылданады. Біздің қазіргі күнімізде қайда болсаң, даже Қазақстанның өзінде болсаң да білім оқуға жағдайың бар, шариғат үйренуге жағдайың бар, Құран бар, хадис бар, дұрыс па жоқ па? Білім жеткілікті, үйренсең болады. Интернет бар. Шариғатта бүткіл бәр нәрсе әрбір елде жеткілікті дәреже алхамдулилля бар. Бұрынғыдай көп болмаса да бар. Алхамдулилля. Осы нәрсемен шұғылдану керек. Басқа қолымыздан келмейтін, қолымызда мүлдем жоқ, бізге қатысты болмаған істермен шұғылдану бізге арам. Кейбір істерді қарасаң, сенің қолыңнан келмейді. Себебі сен патша емессің. Сенің қолыңнан келмейді, себебі сен қазы емессің. Сенің қолыңнан келмейді, себебі пәленше, дүкенше кете береді. Сондай істерге адамдар жабысады, саясатқа жабысады, экономика жабысады, анаған жабысады, мынаған жабысады, дұрыс па жоқ па? Немесе қазір бағанағы өткенде айтылғандай жихад мәселелеріне жабысады, мұсылмандардың жағдайы туралы әңгіме айтады. Олардың барлығы нәтижеде қарайтын болсаң, тек қана әңгіме болды, артық ештеңе жоқ. Тек қана әңгіме. Әңгімеден ар жағында бір нүкте бар ма амалдан? Жоқ. Амал бар болса бұзық. Амал бар болса бұзық. Себебі қолынан келмейтін іс. Мысал, ашин саясат жүргізуші болатын болсаң, сен патша жағынан саясатшы деп таңдалуың керек сен. Өзіңше газет оқып, радио тыңдап, саясатшы болып кетем деген ақымақ ол. Түсінікті ме? Экономикада тура солай. Өзің бір елдің экономикасын сен жауап бере алмайсың. Өзіңнің анау бір қап картопыңменен бір машине сәбізіңе жауап берсең, алхамдулилля. Ар жағына өтпей ақ қой сал. Саясатта анау елде мынандай экономика бүйтіп жатыр, сен емес оны шешетін. Сен сол базарыңмен жұмысын сол адал істе, иншалла сол саған жауап. Дұрыс істесең, содан жауап бересің, жақсы істесең, соған ажыр аласың, жаман болса, соған күнә аласың. Амма төбедегі болып жатқан экономика бағанағы нефт көтеріліп жатыр, бензин көтеріліп жатыр, анау болып жатыр, мынаны анау жеп кетіп жатыр, сенің шатағың емес ол. Сенің жұмысың емес. Сен оны бір әрпін сұралмайсың, білесің ба? Бір әрпін сұралмайсың Аллахтың алдында. Бірақ үйіңдегі, жайыңдағы, базарыңдағы әрбір әріптен сұраласың. Сен сұралатын нәрсемен шұғылдан. Сұралмайтын нәрсеңе басың тұтпа. Тура сол сияқты бағанағы жихад мәселелеріне келсең де тура солай. Жихад болу үшін патша болу. Солай ма жоқ па? Патша не деп жатыр? Сені жихадқа шақырып жатыр ма? Жоқ, тыныш отыр деп жатыр. Отыр тыныш. Не бар саған? Жихад қылу керек. Ол қылмады ма? Сен емес, ол күнәлі болды. Сол жауап береді. Егер жихад қылу керек болып, патша жихадқа шақырмаса, сенің күнәң жоқ. Себебі Наби саллаллаху алейхи айтады, "Ва идастунфиртум фанфиру" деді. Мұсылмандардың патшасы жихадқа шақырса, шығыңдар деді. Болды. Түсінікті ме? Біз мұсылмандар үшін күйінеміз. Мұсылмандар үшін күйінуіміздің нәтижесінде жоқ дегенде дуа болу керек. Сол күйініп жатқандар бір рет дуа қылды ма екен? Солай ма жоқ па? Андай болып жатыр, мынандай болып жатыр. Өткенде айттық, Ибн Абдул-Бар рахимахулла айтады, егер билік жақтарынан қаншалық дәрежеде кемшілік болмасын, сенде екі ғана жол бар. Екі ғана жол бар. Біріншісі, өткен сабақта айттық, біріншісі насихат. Қолынан келсе насихат қыласың. Қолынан келе ме жоқ па? Жоқ. Қылса, келсе істе. Келмей ма? Сенде екінші нәрсе қалды, ол екінші нәрсе, екі бөлек нәрсе. Біріншісі, қаншалық дәрежеде сенің басыңа мұсибат келмесін, сабыр етесің, сонымен бірге дуа қыласың. Екеуі қолынан келе ме жоқ па? Келмеді. Әрбір мұсылманның қолынан сабыр етуде, дуа қылуда не? Келеді. Неге біз қолымыздан келетін нәрсені істемейміз да, мүлдем қолымызда, бәлкім Аллах бұйырмаған нәрсемен шұғылданамыз біз? Аллах бұйырмаған, сенен сұрамайды о нәрсені. Сол үшін Абу Дарда радиаллаху анхуға келіп, мына патшалықта мынандай болып жатыр, мынандай саясат, мынандай жағдай болып жатыр десе, бұл патшаның ісі, менікі емес дейді. Сонда Абу Дарда не? О кісі өзінен қорқып жүр дейсің ба? Абу Дарда егер өзіне қорқса, демек үмбетте батыр жоқ екен онда. Абу Дарда сахаби. Түсінікті ме? Егер о кісі патшадан қорыққандығы үшін сөйтсе, Аллаху акбар.
Онда кім батыр, сен ба? Түсінікті ма? Демек батыр жоқ үмбетте. Абу Дарда батыр адам болған. Себебі мойнындағы нәрсені істеп жатыр. Батыр деген қолынан келетін істі істейтін адам. Келмейтінге сегірген ол батыр емес ол. Ешқандай батырлыққа жатпайды. Сен батырсың ба? Сабыр ет. Батырсың ба? Дуа қыл. Түсінікті ма? Не деп? Сол патшаны Алла хидаят қылсын. Жан-жағындағы адамдарға өзі инсап берсін деп. Үмбетке кеңдік берсін деп. Діндің де дүниенің де жақсылығын беретін мұсылмандарға мейірімді болатын қылсын деп. Сондай деп дуа қыл. Үмбетке жаман бастықтардан Аллах үмбетті сақтасын деп. Осы үмбетке жақсылық қылатындарға Аллах өзің жақсылық бер. Жамандық қылатындардан өзің сақтай көр деп дуа қылу керек. Кім дуа қылады осы? Сөгіп боқтаудан басқа ештеңе жоқ. Интернетте болса да, газетте болса да, тек қана айып айту. Айтып жатырмын. Айтқаннан кейін ар жақтағы бірінші қадам не? Бар ма бірнеке? Ештеңе жоқ. Біз сөз айтып амал істейтін үмбетпіз. Солай ма жоқ па? Сөз айттың, ар жағында не амал? Ештеңе амал жоқ. Бірақ бағанағы сөзге қара, амал бар. Насихат қолынан келе ме? Істе. Амал бар ма жоқ па? Бар. Істей алмайсың ба? Содан кейінгі амал тұр. Сабыр қылып, не қыласың? Дуа қыласың. Амал бар ма? Бар. Демек біз амал болатын нәрсемен шұғылданамыз. Амал болмайтын, қолымыздан келмейтін, біз жалпы бұйырылмаған істермен шұғылданатын болсақ, ол уақытта өміріміз бекер кетеді. Әшейін осы сабақ, бауырлар. Ибн Қайым рахимахулла айтады, қай бір білім талап етушіге Аллах егер тауфиқ бермеген болса, өзіне білімде керекті болған біліммен шұғылданбай, қаяқтағы бір мәселелермен шұғылдандырып қояды оны. Сонымен жүреді. Ол өзінше білім оқып жатырмын деп кітап көтеріп жүреді да, бірақ білімнің жолынан жүрмейді. Сонымен 5 жыл, 10 жыл жүреді. Білім иесінің көрінісіне кіріп алады, елдерді адастырып жүреді, бірақ негізінде оны көтерген білімі жоқ. Адамдарды адастыруға себеп болады. Бұл Аллахтың фитнасы адамдарға. Сол үшін қай жолда болатын болса, қай істе болатын болса, адамдарға пайдалы болған істі шариғатқа сай істеуіміз керек. Одан басқа нәрсемен шұғылданбау керек. Дінде, амалда, парызда, сүндетте, қай бір жағдайда болмасын, жақсылық шариғатқа сай істеледі, жамандық шариғатқа қарсы болғаннан кейін ол не қылу керек? Оны тастау керек. Аллаху алам.